Сәлеметсіздер ме? Мен Ахметова Фатима Мұхамбетжанқызы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылы, Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Санатым педагог зерттеуші. Жеке тәжірибе ұлы іс. Ол санада терең із қалдырады деп жазушы Бауыржан Момышұлы айтып кеткендей, менің жеке озық тәжірибемді таратуға жолдама берген әдістемелік зерттеу тақырыбым мәтінмен жұмыс жасаудағы тиімді әдіс-тәсілдер деп аталады. Осы тақырып бойынша бірнеше жұмыстар іске асты. Атап айтар болсам, 2018-2020 жылдардың аралығында өзімнің білім ордамнан бастап алып, өз мақсатыма жету үшін мектеп ұжымымен бірлесе отырып, оқу үрдісіне жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың оқудағы іс-әрекет арқылы ойлау, сөйлеу, өз ойын еркін жеткізу, шығармашылық қабілетін жетілдіру, өз бетінше білім алу мақсатында мәтін тілді оқытудағы басты құрал тақырыбында оқу семинарын ұйымдастырып өткіздім. Бірлескен іс-әрекет негізінде келесі нәтижелерге қол жеткізгенімізді байқай бастадық. Атап айтар болсам, оқушының оқуға деген қызығушылығының артуы, іскерлік дағдысының дамуы, өздігінен оқып, негізгі түйінді ойды анықтай алуы, шығармашылық дағдысының қалыптасуы және де өзіндік пікірін айтуы артып отырғандығын пән мұғалімдері зор қуанышпен жеткізіп отырды. Мәтін тілді оқытудағы негізгі құрал. Мәтін қазақ тілін оқыту барысында үлкен орын алатын оқыту нысаны. Біріншіден, білім беретін материал оқыту мәтіндері түрінде болса, екіншіден жаттығулардың тұтас мәтін түрінде берілуі де мәтінмен орындалатын жұмыстардың сараланып жүйеленуін қажет етеді. Сол себепті де осы үшін осы мәтінмен жұмыс жасау методологиясы мен үшін маңызды болды. Осы жұмысымды тағы да алға қарай басу үшін 2018 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұйымдастыруымен өткізілген рухани жаңғыру қазіргі білімнің дамуының басты тақырыбында ұйымдастырылып өткізілген республикалық ғылыми практикалық конференцияға қатысып, өзімнің мақаламды жарияладым. Нәтижесінде мадақтама қағазымен марапатталдым. Көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлы, өмірдің қуанышы көп алуыңда емес, басқаларға көп беруіңде, білім мен тәрбиені халыққа таратуыңда деген нақыл сөзін өзіме ту етіп ұстап жұмыстар жасадым. Мәтінмен жұмыс жасаудың тиімділігін күнделікті сабақтарымда пайдалана отырып зерттедім. Сапаны арттыру мақсатында бірнеше тізбектелген сабақтар топтамасын және зерттеу сабақтарын өткіздім. 2021 жылы халықаралық ғылым мен білімді қолдау орталығының ұйымдастыруымен өткізілген оқу әдістемелік кеңесіне қатысып, мәтінмен жұмыс жасаудың методологиясы тақырыбында 7-ші сыныптарға арналған авторлық көмекші құралымды қорғап шықтым. Нәтижесінде құрмет грамотасымен марапатталып, авторлық бағдарламам жарық көрді. Ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады деп халық даналық айтқандай, өзіммен қоса шәкірттерімде түрлі деңгейдегі олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, байқауларға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүргені хақ. Дарынды оқушылардың дарындылығын арттыру үшін әр сабақтарымда, сабақтан тыс уақыттарда жұмыстар жасадым және оларды нәтижеге, жетістіктеріне жеткізіп отырдым десем, артық айтпаспын. Жүйелі еңбектің арқасында білім сапасы да арта түсті. Қазіргі таңда білім сапам 82%-ді көрсетіп отыр. Еңбек етсең, арта бермек мәртебең дегендей, ұстаздық жолында аянбай еңбек етіп, бар білімімді шәкірттеріме сарқылмақпын.